Сәлем достар, сіздермен Нұр Сезім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге дәл осындай мамықтай жұмсақ әрі өте дәмді болып шығатын булочкалардың рецептін ұсынамын. Бүгін салмасы ретінде вареный сгущенканы қолданған болатынмын. Оның орнына өздеріңіздің қалауыңыз бойынша кез келген салманы қолдансаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен апара жасаймыз. Ол үшін ең алдымен жылы сүтке ашытқыны қосып араластырамыз. Және осыған 1-2 қасық қант және 1-2 қасық ұнды қосып араластыратын боламыз. Қант пен ұнды мен жалпы массадан аламын. Және осыны араластырып алғаннан кейін бетін жауып, апараны 10-15 минутқа бөлме температурасында қалдырамыз. Сол аралықта біздің апарамыз көлемін үлкейту керек. Әрі қарай осы дайын апарамен жұмыс жасайтын боламыз. Егер апара дұрыс шықпаған жағдайда барлығын басынан бастап басқа ашытқымен жасап көргендеріңіз дұрыс. Себебі біздің апарамыз дұрыс болмаса, біздің қамырымыз да дұрыс көтерілмейтін болады. Міне біздің апарамыз дәл осылай көтерілді. Кейін осыған біздің қалған қантты, еріген сары майды, 1 жұмыртқаны және жарты шай қасық тұзды қосып араластырып алатын боламыз. Кейін соңында електен өткізілген ұнды аз-аздан қоса отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір тіркеліп алыңыздар. Менің каналымнан бұдан бөлек көптеген рецепттердің, тәттілердің, выпечкалардың және тағамдардың рецептін таба аласыздар. Сол үшін міндетті түрде кіріп, қарап көріңіздер. Описание бөлімінде ссылкасын қалдыратын боламын. Сол жақтан да кіріп көрсеңіздер болады. Қамырымыз осылай жұмсақ болғаннан кейін соңында кішкене ғана сұйық май құйып жібереміз және қамырдың бетін жауып 1-1,5 сағатқа жылы жерге көтерілу үшін қалдырамыз. Қамырымыз 1 сағатта осылай көтерілді. Енді осыны ұзынша етіп жайып аламыз және бірдей 12-13 бөліктерге бөліп аламыз. Осы бөліктерден домалақ шарик жасап аламыз және әр қайсысын жая отырып, ортасына салмасын салып, булочканың формасын шығарамыз. Дәл осылай видеода көрсетілгендей жайып аламыз, яғни қалыңдығы қатты жұқада, қалыңда болмау керек. Кейін үстіне салмасын орналастырып, қамырдың екі жағын бүктейміз және төменнен жоғарыға қарай орап, осылай оңай форма шығаратын боламыз. Салмасы ретінде вареный сгущенканың орнына кез келген джемді қолдансаңыздар да болады. Мына жерде мен жақын жерден түсіріп көрсетіп жатырмын. Осылай салмасын салып алғаннан кейін дәл видеода көрсетілгендей орап, булочканың формасын жасайтын боламыз. Және ораған кезде осылай қамырымызды кішкене қаттырақ басып жіберіңіздер. Сол кезде біздің ортасынан салмасы көп шығып кетпейді. Және орап болғаннан кейін астыңғы жағын да дәл солай қамырды біріктіріп жібереміз. Сол кезде ашылмай пісетін болады. Жұмыртқаның сарысына кішкене ғана сүт қосып, осыны біздің булочканың бетіне жағып шығамыз. Және дайын болған булочкаларды қызып тұрған пеште 180 градуста 18-20 минутта пісіріп аламыз. Піскеннен кейін пештен алып, толықтай бөлме температурасына дейін суытамыз. Суығаннан кейін ғана бетіне сахарный пудраны себетін боламыз. Осымен біздің өте дәмді булочкаларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және нәтижесімен комментарий бөлімінде бөлісуді ұмытпаңыздар. Видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырыңыздар және баршаңызға ас болсын.